Адамды сұлулыққа тәрбиелейтін би өнері өнегелі, ақылды адамдарды тәрбиелейтін құрал деп кеңес педагогы Василий Александрович Сухомлинский айтып кеткен. Эмоцияңызды шығарып, күйзелістен шығудың жолын іздесеңіз, ойланбастан бірден бимен айналысыңыз дейді мамандар. Біздің кезекті тұрақты би сабағы айдарымызда түрлі халықтардың биін билеп таңғы көңіл күйді көтереміз. Ендеше би қимылдарын бізбен бірге қайталаңыздар, бірге көрейік. Қайырлы таң, достар! Біз бүгін өзбек елінің хорезм ләзгейін үйренетін боламыз. Бірінші қимылымыз оң қолымызды солға қарай жіберу арқылы және сол қолымызды екі қолды төменге біріктіріп ашамыз. Ал бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Солға қарай. 1, 2, 3, 4. Осыны оңға. 3, 4. Енді солға. 1, 2, 3, 4. Тағы да қайталамыз. 1. Иығымызды ұмытпаймыз. Иықты қимылдатамыз. Екінші қимылымыз қолымызды жаямыз. Екінші қолымызбен білезігімізді тигіздік. Иыққа басымызды айналдырамыз. Осыны салып көрейік. 1, 2, 3, 4. Оңға қарай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Осы қимылымызды жалғастырамыз. Білезігімізді төменге жоғары сілтеу арқылы қимылымызды жалғастырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бәрекелді. Келесі қимылымыз. Қолымызды 1, 2 деп, екі қолды алдыға қарай жаю арқылы екі жаққа ашамыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Өз орнымызға қолымызды жаю арқылы қайтамыз. 1, 2. Өзбек халқының хорезм ләзгейін билеп көрейік.